Енді мына оқиғаны жүрегіңмен тыңдап көріңіз. Имам Ағмаш, яғни көзі нашар көретін кісі мен имам Арадж, ақсаңдап жүретін кісі екеуі көшеде бірге келе жатады. Сонда ақсақ имам, яғни ақсаңдап жүруші кісі, адамдар бізге күледі, ақсақ соқырмен бірге жүр дейді деп уайымдайды. Сонда Ағмаш былай дейді: ендеше бірге жүрейік, күнәсі бізге емес, оларға жазылсын дейді. Ал имам Ағмаш жүрек тазалығының ең биік үлгісін көрсетіп, жоқ, керісінше бөлек кетейік, сонда олар мазақтамайды да күнә алмайды дейді. Міне осындай жүректер мүміндер үшін истиғфар айту арқылы тәрбиеленген жүректер. Сондықтан құрметті оқырмандарым, бүгін Рамазанның екінші күні кешке дейін, ауыз ашқанға дейін, тіпті ертеңгі күнге дейін, келесі амалдалғанға дейін мұъминдер үшін истиғфар айтуды тоқтатпасаңыз, қанша мәрте айтасыз, соны 2 миллиардқа көбейте салыңыз. Иншалла жер бетіндегі мұъминдердің санын Алла білуші, енді тәрбиеленіп келе жатқан жүректердің бәрін қосқанда мүмкін 2 миллиард шығар. Ал енді ойлаңыз, сіз 10 рет истиғфар айтсаңыз, оны 2 миллиардқа көбейтіңіз. 100 рет истиғфар айтсаңыз, оны тағы 2 миллиардқа көбейтіңіз. Байып алыңыз. Бұл сіздің баюыңызға Рахманнан келген сыйлар.